Барлықтарыңызға сәлем, қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге денедегі беттегі қараюларды қалай кетіруге болады, сол туралы айтатын боламын. Ол үшін каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бұл қараюларды кетіру үшін ең алдымен бізге петрушка керек болады. Петрушка свежий болу керек. Ол петрушканың сығындысын аламыз. Сығындысын блендер, ет тартқыш немесе үстінен ұру арқылы сығындысын алып дайындап аласыздар. Және дайын болған петрушка сығындысын денеңіздің қарайған бөлігіне жағып 2-3 минуттан кейін кептіріңіз. Және кепкеннен кейін оны жуып тастауға асықпаңыз, себебі кепкен петрушка сығындысын денеңізден жумай, ақырын бетін жаймен сүртіп алыңыз. Осы әдісті үзбей 15 күн бойы жасау керек. 15 күн бойы күніне бір реттен денеңіздің қарайған бөлігіне петрушка сығындысын жағу арқылы денеңіздің қарайған бөлігін кетіре аласыздар. Қараюды кетірудің екінші тәсіліне бізге лимон согы және бір ас қасық қаймақ және де петрушка сығындысы керек болады. Барлығын араластырып денемізге жағып 10 минуттай ұстаймыз. 10 минут ішінде кебеді. Және кепкеннен кейін оны бірден жуып тастамаймыз. Жаймен әдемілеп жайлап сүртіп алатын боламыз кепкеннен кейін. Және ол өзінің барлық витаминдерін, барлық керегін дене өзіне сіңіріп кептіріп алу керек. Дайын болған массаны денеңіздің қарайған бөлігіне жұқа етіп жағуды ұмытпаңыз. Және бұл әдісті сіз 6 күн бойы күніне 2 реттен жасау арқылы тез әрі оңай жолменен денеңіздің қараюынан арыла аласыз. Және келесі әдіске бізге үшінші әдісті жасау үшін қияр керек. Қияр свежий болу керек. Және де алоэ гүлінің сығындысы. Егер алоэ гүлі болмаса, сізде алоэ кремі бола береді. Кез келген увлажняющий алоэ кремі және де сметана керек. Қиярды ең алдымен майдалап, ұсақтап турап аламыз. Және де алоэ гүлін немесе сығындысын және біраз қасық қаймақты араластырып, барлығын бинттің немесе марлының ішіне саламыз дағы, содан шыққан араласқан сығындыны марлымен сығып аламыз да, соны денемізге жұқа етіп жағамыз. Жұқа етіп жағылғаннан кейін 10 минуттай ұстап денемізге кептіреміз және кептіргеннен кейін сүртіп аламыз. Және бұл әдісті 10 күн бойы күніне 2 реттен қайталап жасап отырамыз. Егер сіз 3 тәсілді бірден жасайтын болсаңыз, ортасын 5-6 күннен денеңізді демалтып отыруыңыз керек. Егер сізге менің берген ақпаратым пайдалы болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз.